Ей, тоқта. Бүгін сіздер Жекичанды көрмейсіздер. Бэтмен мен Суперменді емес. Бүгін сіздер көретін ең эпик шайқас Султанус Батл. Бүгінгі шайқас NoNiKZ және Досымжан. Екеуі де Майнкрафт ойнамайтын, бірақ Роблокста өмір сүретін адамдар. Достар, осыларға дауыс беру үшін менің телеграм парақшам өт. Ал экран әр жағында отырған сен тез арнаға жазыл. Саған 3 секунд уақыт берем. 1, 2, 3. Жазылдым ба? Жарайсың бауырым. Жазылушылар соғысы. NoNiKZ'те 1.120.000 әскері жинап қойған. Досымжан болса 1.380.000 жазылушы. Екеуінің фанаттары комментте менің ютуберім күшті деп төбелесіп жатыр. Опай, Досымжанға біреу. Кімнің видеосы көбірек көріледі? Нони Роблокста 24 сағат түрме өмірі деп видео салады. Миллион қаралым. Ал Досымжан болса, достарым неге ұрыстым деп влог түсіреді. Миллион қаралым. Екеуі де бірін-бірін трендтен итеріп қайта кіріп жатыр. Нонида біреу, Досымжанда біреу. Контент әртүрлілігі. NoNiKZ Roblox Challenge влог күлкілі сәттер. Досымжан болса Roblox достық эмоция не істеп қойдым деген реакциялар. Бірақ Нонидің монтажы майлы шелпек сияқты жылтыр. Досымжан кейде дауысы микрофонға кіріп кетеді. Опай, Нониға екеу, Досымжанға біреу. Энергия мен харизма. Кім көбірек энергия шашады? NoNiKZ сабырлы, бірақ бәрін оймен жинеді. Досымжан ойбай, өзің алып жемейсің ба деп айғайлап видеоға жан бітіріп жібереді. Бұл раунд Досымжанға. Нонида екеу, Досымжанда екеу. Кім көрерменмен жақсы сөйлеседі? Нони коммент оқиды, сендерсіз мен ешкім емеспін дейді. Досымжан болса кейде ұмытып кетеді, бірақ соңында сен жақсы көрем деп салады. Бұл раундта NoNiKZ'ке. Қорытынды Нонида 3, Досымжанда 2. Сонымен NoNiKZ жеңіске жетті. Бірақ бұл жай мен пікірім емес, негізгі шешім сен қабылдайсың бауырым. Қазір описаниядағы телеграм сілтемесіне кіріп дауыс бер. Кім күшті? NoNiKZ бе әлде Досымжан ба? Кім біледі, мүмкін келесі серияда Султанус өзі ютуберлермен шайқасқа түсіп қалар. Көргендеріне рахмет, лайк бас, арнаға жазыл. Келесі серияда тағы да бір ютубер соғыс болады. Ал келесі видео енді басқа ютуберлердің жарысы. Соңына да қанса көріп кет. Олар NoNiKZ және Досымжан. Екеуі де елге танымал, екеуі де көп көрермен жинаған. Бірақ сұрақ, екеуінің ішінде кім мықты? Бүгін біз соны анықтаймыз. Бізде барлығы 6 бөлім болады. Әр бөлімі тек 1 ұпай беріледі. Сонда кім көп ұпай жинаса, сол жеңімпаз. Достар, егер сізге NoNiKZ Досымжан ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, коммент қалдыр. Біз онда бастаймыз. ютубтағы ең басты көрсеткіш жазылушылар саны ғой. Қараңыздар, NoNiKZ арнасында қазір 3 миллион жазылушы бар. Ал Досымжанда 417.000 және екінші каналында миллионнан астам. Екеуі де үлкен көрсеткіш, бірақ айырмашылық айқын. NoNiKZ ютубта көптен келе жатқан тәжірибелі блогер. Көп адам оны бала кезден көреді. Сондықтан бұл ұпайды сөзсіз NoNiKZ алады. ютубта белсенді болу өте маңызды. Кім жиі видео салса, сол тез өседі. NoNiKZ арнасында 1400 астам видео бар. Ол әрқашан жаңа видео шығарып отырады. Ал Досымжан арасында 105 видео бар. Аздау, бірақ ол әр видеосын сапалы етіп түсіреді. Дегенмен белсенділік жағынан ұпайды тағы да NoNiKZ еленеді. NoNiKZ'та 2 ұпай. Контент және көңіл күй. NoNiKZ ойнап, көңілді атмосфера жасайтын блогер. Оның видеолары әрқашан позитивке толы. Көріп отырсаң, көңілің көтеріледі кетеді. Ал Досымжан болса, реакция челленджіне түрлі қызықты видео жасайды. Ол шетелдік видеоларға қазақша реакция жасап, біздің елде жаңа формат алып келді. Екеуі де ерекше, бірақ жаңалық пен идея жағынан бұл ұпайды Досымжан алады. Досымжанға 1 ұпай. Монтаж және сапа. NoNiKZ монтажын шебері. Әр видео сапалы, эффект пен дыбыс тамаша. Видеоның ұзақтығы 40 минут болса да, көрермен зерікпей көреді. Досымжанда жақсы монтаж жасайды, бірақ ол әлі тәжірибе жинап жүрген жас контент мейкер. Монтаж жағынан бұл ұпай тағы да NoNiKZ'ке беріледі. NoNiKZ 3 ұпай, Досымжанда 1 ұпай.
Танымалдық және әсер. Алекизет Қазақстанда ғана емес, Орта Азиядағы ең танымал ойын арналарының бірі. Оның фанаттары көп. Тіпті кішкентай балалар оның стилін қайталап ойнайды. Досымжан болса, кейінгі жылдар тез көтерілді. Ол қазақ ютубының жаңа буыны, көрермендерді белсенді, комменттері өте жылы. Бірақ әсер мен танымалдық тұрғысынан ұпай тағы да Алекизетке барады. Идея мен креатив ютубта ерекше болу өте маңызды. Алекизет ойын арқылы күлкі сыйлайды, бірақ оның форматы тұрақты, көп өзгермейді. Досымжан болса, әр видеода жаңа ой салады. Мысалы, Мистер Бестке реакция, қызық тәжірибелер, ойын мен комедияны араластырып көрсетеді. Ол ізденеді, жаңа бағыттар іздейді. Сондықтан бұл ұпайды Досымжан иеленеді. Алекизетте 4 ұпай, Досымжанда 2 ұпай. Сонымен жеңімпаз Алекизет. Ол ең белсенді, ең танымал және ең көп жазылушы жинаған қазақ ютуберлерінің бірі. Бірақ Досымжанда мықты. Ол креативті жаңа идея келіп, ютубта өз жолын салып келе жатыр. Болашақта ол да миллион жазылушыға жетеді деп сенеміз. Енді сенен сұрақ досым, сен кімнің фанатысың? Алекизеттің бе, әлде Досымжанның ба? Комментке жазып кет. Видеоны лайк бас, арнаға жазыл. Келесі шығарылымда тағы да ютуб жарыс болады. Тағы кімді жарыстырайық? Көріскенше достар. Красавчик!